Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай үлпілдеген, томпиған, ешқандай дрожжсыз, яғни ашытқысыз бауырсақтар дайындаймыз. Өте дәмді, пышны болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін 500 грамм кефир керек, яғни айран. Оның үстіне бір шай қасық сода саламыз. Менің де дүкеннің айраны, кефир проценті маңызды емес. Оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Кефиріміз, осы айранымыз осындай көпіреді, сондықтан кішкене үлкендеу алсаңыздар болады. Осылай кішкене көпіреді, реакция түседі, сондықтан соданың дәмі шықпайтын болады бауырсақты. Оның үстіне 2 немесе 3 ас қасық қантымызды саламыз, былғаймыз, жақсылап. Оның үстіне тұз саламыз және де 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз және де жақсылап былғаймыз. Және де ұнымызды біртіндеп сала отырып, осындай бізде жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен венчикпен, содан кейін қолымызбен жақсылап илейміз қамырымыз. Ұнның тығыздығына байланысты айтып өтейін, ұн кем немесе артық кетуі мүмкін, сондықтан өздеріңіз жаңа консистенциясына қарайсыздар. Мінекей бізде осындай жақсы әдемі қамыр шықты. 5-10 минутқа тындырып қоя тұрамыз. Бетін бір матамен, салофанчикпен жауып 5-10 минутқа қоямыз тек қана. 5-10 минуттан кейін, кішкене демалғаннан кейін қамырымызды алып, жақсылап оқтаумен жайып аламыз. Өте жұқа, өте қалың қылмайсыздар. Орташа қалыңдықта кәсіпкерлерге көрсететін боламын. Жақсылап жайып аламыз да, кез келген стақанның көмегімен осындай дөңгелекшелер жаңа ойып алатын боламыз. Мінекей. Ондай үлкен емес, ондай кішкентай емес. Менде стақанның диаметрі 4-5 сантиметр. Осындай ойықтар ойып аламыз әдемілеп. Кәсіпкерлерге қамырдың қалыңдығын көрсетейін, қандай болғанын. Мінекей осындай болды қалыңдығым. Мінекей қамырымыздың қалыңдығы осындай. Енді табамызға майымызды құйып, жайлап ысытамыз. Қатты ысығаннан кейін барып, біздің бауырсақтарымызды саламыз. Ол салғаннан кейін 1-2 минуттан кейін ол үлпілдеген, сөйтіп ірілі пісіп шығады. Екі жағынан қызартып пісіріп аласыздар. Мінекей осындай қылып, қыздар басқа да күшті керемет рецептерді қарау үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жанында қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, алда шығатын рецептерден құр қалмайсыздар. Мінекей біздің бауырсақтар дайын. Кәсіпкерлерге ішін көрсететін боламын. Бұл әсіресе асыққан кезде өте ыңғайлы вариант. Жаңағы тез-тез илеп пісіріп аласыздар. Іші осындай болып шықты. Бұл бауырсақтар әсіресе асыққан кезде өте керемет вариант. Тез-тез илеп пісіріп аласыздар. Міндетті түрде лайк басып сақтап алыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда күшті рецепттер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.